Ассалаумағалейкум қазіргі міне бүгін өзімізден шыққан қазақ елінен шыққан балды әкепті. Енді мынау несі үзіліп қапты. Бұл енді қазақ еліне таңғалақтар жағдай емес. Себебі біз қазақ елінеміз. Бал қайсың болды? Восточный Қазақстан деді ғой енді. Өскеменнің балы деп алып келді. Жалғыз өзім отырмын ниетте. Оны ашайын жаздым. Сонда бізде қарапайым дастархан. Мына көрініп тұр ғой енді. Ашатын несін қойып қойыпты. Қолға ілінбейді. Біз қасық аламыз. Ойбай, мынау дегенің. Пломбус шешмейді. Айнау. Пломбус шешпей қалып төбесін. Төбесі жыртық. Жыртық өз төбесі. Айдамын көрек енді. Енді не астында жоқ несі торговый маркасы да орысша айтқан. Қазақшылар енді ол әлі жетілген жоқ. Міне. Бұдан кейін өзіміздің Қазақстанның енді қалай айтсам екен сіздерге, Қазақстанның жеке кәсіпкерлеріне қалай сенеміз енді? Мысалға да мынау осы бәрі кәсіпкерлер істеп жатыр ғой онда. Кәсіпкер айналайын, кәсіпкер. Ақшаны тап, ақшаның көп болсын мақұл. Бірақ енді халыққа да жеңіл ашсын да. Кішкене болса да кішкене халыққа жеңілдік жасап, мынау ашатын нелерімді кішкене қазіргі кезде неге не жатыр ғой? Мына ашылмайтын болған ғой, көрдіңіз бе? Мына сатып алған кезде ашып дәмін көрейін десе ешкім көре алмайды. Бұрын дәмін көрем дегенше сатқан адам 3 келі жоқ болады да. Сондай ма оны айналып келгенде. Бұдан былай осы бал болсын, басқа зат болсын, осындай неге еған кезде жарнаманы қатырады ғой. Сол кезде бірінші ашып алып, сені ауыз сүйіп дегендей қазақша айтқанда ауыз сүйіп, көріп барып, алыңыздар қандай зат болмасын. Маған негізінде шындығы келгенде бұл маған не емес енді.
Бұл не жаман да емес. Жаман да емес. Енді маған да солай түсті да, түсті бағана алыма келді. Бір қазақтың бір жігіті мен қызы келді. Ой ағай сондай кәсіпкер, мықты, керемет деп. Осындай керейлерге да шығуы мүмкін бұлар. Әрқашан алатын затыңызды, қазақша айтқаныңызда ауыз тиіп, дәмін көріп, енді качество дегенде, качествосын тексеріп алыңыздар да. Әлем енді біз қазақ тіліне әлі өте алмай тұрмыз қой енді. Бәрі бүйтіп айлап келгенде біздің анау бірінші класстан бастап балдарымыздың бәрін қазақ тіліне үйрету керек. Бізде қазір қазақ тіліне емес, қазір ағылшын мен француз тіліне қарай кетіп жатырмық. Айлап келгенде біз өз тіліміз емес, өзге елдің тілін үйренетін неміз бар. Сондай жағдайға жетіп қалдық. Айналайын қазақ елі, өз елімізді сүйейік, өз елімізді сүйейік. Мынау Назарбаев келді, Назарбаевты жамандадық. Тоқаев келді, Тоқаевты жамандап жатырмыз. Мынау ажырмайтын бір 8 миллион халқы бар. Ливия. Сол қанша елмен соғысып жатыр, неғып жатыр. Соған біз жете алмай қалдық қой. Ол өздерінің нелерін заңды, нелерін заңдылықтарын, халықтың несін, халықтың заңдылықтарын требовать етіп жатыр. Көрдіңіз ба? Әлі де біз қазақшылыққа, мен өзім қазақша оқығаныммен арасында орысша қосам. Себебі айлап келгенде таза қазақшаға бізде аударым жоқ. Қазақша аударым жоқ. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазағымыз әрқашан өссін. Көбейік, қазақтарымыз мықты болсын. Сондықтан бір-бірімізді сыйлайық, аман-есен болайық. Ел аман, жұрт тыныш, мемлекетіміз әрқашан биіктен көріне берсін. Сіздер ойлатқан шығарсыздар, түрін неге көшіп жатыр деп. Себебі мен өзім осыдан кейін бірінші рет түсіріп жатырмын. Түрімді мен көрсетіп қояйын сіздерге. Түрім осы, көзілдірігім мынау. Жай қарапайым қазақтың қарапайым баласымын.